Желіде жедел ақпарат, барша сақ болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бірден лайк және жазу түймелерін басыңыз, қолдарыңызға батуланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы ескертуді жалғастырамыз. Ендеше біз басадық. Мобилді халыққа қызмет көрсету орталығы қосымшасында жаңа қызмет пайда болды. Енді жүргізуші куәлігін алғаш рет алатын азаматтар мобилді халыққа қызмет көрсету орталығы қосымшасы арқылы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына емтихан тапсыруға өтініш беріп, алдын ала кезекті брондай алатын болады деп хабарлайды Бақ.кз. Бұл жаңашылдық уақыт үнемдеуге әрі қызмет алушылардың ағынын азаюға септігін тигізеді. Ол үшін қолданушыға мобилді халыққа қызмет көрсету орталығы қосымшасында бейне қызметін таңдау керек. Бұл сервис қызмет алушы алғашқы ақпаратты алу үшін оператормен байланыстырады. Одан кейін клиентке мемлекеттік қаржы төлеуге немесе алдын ала төленген түбіртекті ұсынуға мүмкіндік беріледі. Төлем жасалғаннан кейін номер 073 формадағы медициналық анықтаманың, автомектепті аяқтаған туралы куәліктің, қызмет алушының суретін сканерленген нұсқаларын және де басқа талапқа сәйкес қойылған қолтаңбаны сұрататын болады. Басқаларда тезірек хабардар болу үшін видеоролигімізді қолдан келгенше достарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең.